Салтанат Нүкенованың өлімі қоғамды дүр сілкітті. Бас прокурор әйелін өлтірді деген күдікке экс-министр Қуандық Бишімбаев ілікті. Астанадағы Салтанат Нүкенованың өлімі қоғамды дүр сілкітті. Бұл туралы бас прокурор Берік Асилов айтты, деп хабарлайды Халық үні тілшісі. Биыл облыстық тұрмыстық құқық бұзушылықтар үшін қамауға алу мерзімі ұзарды. Қос тарапқа қайта татуласуға тыйым салынды. Полицияның тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының шағымдарына дейін қою жөніндегі қайта қаралды. Нәтижесінде биыл 3-ші тоқсанда әкімшілік жауапкершілікке тартылған отбасының берекесін қажыратындардың саны 7 мыңнан 27 мыңға дейін өсті. Жыл басынан бері кісі өлтіргені және ауыр жарақат салған үшін 30 адам ұзақ жылға сотталды, деді Берік Асилов бас прокуратурада өткен жиында. Оның пікірінше, тек жазалау әдістерімен мәселені шешу мүмкін емес. Мұнда қоғам мен әрбір азаматтың белсенді қолдауы қажет. Сондай-ақ бас прокурор Салтанат Нүкенованың өлімін жеке атап өтті. Әйелдер мен балаларға қарсы жасалатын қылмыс қоғамды алаңдатып отыр. Жақында Астанадағы Салтанат Нүкенованың өлімі интернет кеңістікті дүр сілкітті. Мәселеге бейжай қарамайтын шамамен 150 мың қазақстандық отбасындағы зорлық-зомбылық қылмыстар үшін жазаны күшейту туралы петицияға қол қойды, деді ол. Еске салайық, қайғылы оқиға 9 қарашада болған. Оған Астана қаласының полициясы түсінік берген. Бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев күдікті деп танылып 2 айға қамауға алынды. Сондай-ақ ішкі істер министрлігі экс-министрдің ұсталғанын растады. Сонымен қатар Салтанат Нүкенованың туыстары мәлімдеме жасап, куәгерлерді іздейтінін айтқан. Өткен аптада ішкі істер министрінің бірінші орынбасары экс-министр Қуандық Бишімбаевтың ісі қалай тергеліп жатқанын айтқан еді.